Башчылык жаңа мектептің құрылысы үшін ыңғайлы деп 9-шы ықшамауданды таңдады. Қытымыр қыстың қысымшылығына қарамастан, құрылыс осы жылдың қаңтар айында басталып кетті. Жаңадан бой көтеретін нысанның жан-жағы қоршалып, іргетасы құйылды. Бастапқыда мектепті қараша айында пайдалануға беру жоспарланған болатын. Алайда құрылыс жобасында біршама келіспеушіліктер туындағаннан кейін жоспар сәл өзгерді. Бұл мектептің жұмысына қарағандылық мердігер ұйым Аспан жауапты. Бұған дейін Аспан өндірістік кооперативі 100-ден астам мектептер мен басқа әлеуметтік нысандарды салған. Бұл мектептің құрылысы осы жылдың басында басталды. 1 миллиард 200 теңге ақша бөлінген қаржы. Проекттің кішкене бір өзгерістері бар, енді Беларусьте басталып жасалған проект қой. Былай қарасаңыз, коридорлар да кең дегендей, терезелер де түрлі қылып жасалған. Оның бәрі енді бір айырмашылықтар деп ойлаймыз. Ол айырмашылықтар тек қана мына мектептің жақсартуына, басқаша көзқарас болуына, оқушылардың сол жағына есеп етеді деп ойлаймыз. 600 орындықты аталмыш мектептің құрылысына республикалық бюджеттен 1 миллиардтан астам қаржы бөлінген. Келісім шартқа сәйкес, мердігер ұйым осы сомаға нысанның іргетасынан бастап қалап, оқушыларға арналған үстелдерге дейін сатып алуы тиіс. Жаңа мектеп 3 бөліктен тұратын болады. Одан бөлек 2 дене шынықтыру залы және ассамблея залы қарастырылған. Бұл мектепте енді қазір құрылыс жұмыстары бітіп қалды. Оборудование келіп жатыр, кухняның оборудованиесі, жаңағы кабинеттарын, бәріне лабораториялардың оборудованиесі бәрі келіп жатыр. Жылдың аяғына дейін Алла жазса болады. Жаңа мектеп осы жылдың қараша айында қолданысқа берілуі тиіс болатын. Кейінірек жоспар өзгерді. Кейбіреулерге құрылыс кезінде билік өкілдері жұмысты бақылағаннан гөрі жауапты қызметкерлерді сотқа беруге құмартып жатқандай әсерде қалдырды. Бұл көп жағдайда қалыпты әрине. Алайда нысанның іргетасы қаланбақ түгілі. Оған жауапты ұйым табу кезінде де кедергілер кездесіп, жұмыс бірнеше айға кешігіп басталды. Ортасында тоқтатқаны негізгі проект біздің Қазақстанның нормативтеріне келмейтін. Соған бір өзгерістер кіргіздік. Өзгерістер кіргізгенде, онда бұл проект корректирован өткен кезде, сонда бір 2-3 айда тоқтатылыс болды. Содан бұл 3 айға бұның мерзімі, тапсыру мерзімі өзгерді. 20 числа все должно быть на месте. 20 желтоқсан барлық жұмыс аяқталуы тиіс. Ауа райының қолайсыздығы кедергі болды деген сылтауды естігім де келмейді. Барлығы талапқа сай болсын. Футбол, волейбол алаңдары болсын. Ағаштар қажетті орнына орнатылуы тиіс. Қазіргі уақытта жиһаз, ас үй жиһазы және үстелдер жеткізілді. Мектептің қас бетінде және ішкі беттерінде аздаған жұмыстары қалды. Мы увидим, что один корпус уже остался, 2 корпуса закончили, а остался корпус А. Біз көріп тұрғандай қазіргі таңда 2 корпустың жұмысы аяқталды. Тек 1 корпустың жұмысы толық біткен жоқ. Оларда барлық материал жеткілікті. 20 желтоқсанға дейін үлгерулері тиіс. Жаңа нысан болашақта облыстық мамандандырылған мектеп-интернат ретінде қолданысқа беріледі. Онда оқу озаттары білім алатын болады.